Қош келдіңіздер менің каналыма. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Біз бүгін сіздермен бастауыш сыныптарының қоштасу кешіне арналған оқушылардың фотосуреттерін себетке салып безендіріп жұмысын бастайтын боламыз. Алдымен картон қағазды алып, кәдімгі соған 5-5 сантиметр дөңгелек затпен осы қаламен сызып шығатын боламыз. Бізге осындай картон дөңгелек қағазымыз 22 дана қажет болады. Осының бәрін дөңгелек қырқып алдық. Енді бізге гафер қағазын 25 сантиметр қылып алып, өлшеп аламыз. Соны ортасынан бүктеп бір-біріне бүктеп аламыз да ортасын қайшымен қырқып шығамыз. Біздің бірінші қырқып атқан гафер қағазымыздың түсі сары түсті. Енді бізге екінші жасыл түсін жасайтын боламыз. Ортасына қосып жібереміз. Және де сынып жетекшісіне кішкене өзгеше болу үшін қанық сәбіз түсін жасайтын боламыз. Мінекей біз ортасынан кесіп алдық. Енді ені 4 сантиметр, ұзындығын 10 сантиметр қылып шамалап, осыны аяғына дейін қырқып шығатын боламыз. Сіздерге тезірек көрсету үшін сіздерге осы дайын қағазды көрсетіп атқан жайым бар. Енді осыны тура ортасынан емес, бір жағын кішкене қысқа, екінші жағын кішкене ұзындау қылып, қолымыздың саусағымен орап, кішкентай жағын бер жаққа қаратып, ұзын жағын артқа қаратып, иіп, қолымызбен кішкене икемге келтіріп қайырып алатын боламыз. Осы қағазымыздың бәрін тура осындай, дәл осындай қылып қайырып шығамыз. Мінекей біздің жапырағымыздың гүлдері дайын болды. Енді ортасындағы екі жаққа бөлінген қағазымыздың ортасын кілелеп, бір-біріне жабыстырып, кілелеп қоямыз. Дайын болды. Енді алдында көрсеткен дөңгелек картонымыздың шет-шетіне осы гүлдің жапырақтарын айландырып, ыстық кілеммен кілелеп шығамыз. Бастауышқа арналған фото безендіру оқушылардың. Бұл сіздерге өте тиімді видео, дайын видео сіздерге дайын құрал деуге де болады. Осы бітіруші сыныптарға өте қажетті дүние деп ойлаймын. Осыны кішкене өздеріңіз істеп көрсеңіздер, қолдарыңыздан келеді деп ойлаймын. Осыны айландырып кілелеп шығамыз. Осыны істеп жатып, өздеріңіз осыны көріп жатып, кішкене ойларыңызға түйіп, басқа кішкене фантазиямен әртүрлі нәрсе істеуге де болады. Ойларыңызға келіп, кішкене осы қызығушылық пайда болса, істеп көріңіздер. Ұнап жатса әрине тіркеліп, дәрекет жазып кетіңіздер. Сіздердің жауаптарыңызды қайтарам деп ойлаймын. Біздің гүліміз дайын болды. Осы гүліміздің ортасына біз кішкене оқушылардың фотосуреттерін жапсыратын боламыз. Мінекей дайын. Енді сіздерге тезірек көрсету үшін осы картонымыздың барлығын үстіп айландырып шығатын боламыз. Мінекей біздің картонымыздың гүлдері дайын болды. Енді біз осы бітіруші бастауыш сыныптарының фотосуреттерін қағаз кілеммен кілелеп шығатын боламыз. Осының бәрін кілелеп шығамыз қазір. Сіздерге тезірек көрсетіп атқан жайым бар. Енді осының артын кілелеу үшін спашка таяқшаның көмегімен осы картонымыздың артына осы таяқшаны скотч клеймен жабыстырып қоямыз.
осы картонның бәріне жабыстырып шықтық. Қараңыздар, енді аяқ жағында сынып жетекші өзгеше сәбіз түсті қағазбен істедік. Енді кішкене дайын себет алып, соның ортасына пластик көпіршіктің көмегімен осы гүлімізді спашканың таяқшасының көмегімен кішкене тесіктерге кіргізіп, тіке тұрғызып қоятын боламыз. Ортасына да қойып өтеміз. Сонда себетіміз кішкене толып, әдемі көрінетін болады. Себетіміз дайын болды. Ортасында сынып жетекшісінде фото суретін безендіріп қойып қойдық.